терек көшетін отырғызу бұл ең оңай жұмыс деп те айтуға болады. Бұнда тек сіздер дұрыс ағаштың бұтағын таңдай білсеңіздер болды. Бұл жерде шамамен 9 данадай бұтақтарды отырғыздым. Жалпы терек бұтағын қиярда қиғаннан кейін барынша көп созбай, жерге қадаған көп ұстамай қадаған дұрыс. Өйткені бойындағы ылғалы кетіп қалса, бұлар көгермей қалуы әбден мүмкін. Мінекей, бұл жерде енді жерден үлкендеу, сондықтан шамамен мынадай қалса да жетеді. Бұл жерде енді шамамен 10 сантиметрдей қидым. Міне осылай қиып тастасаңыздар болады. Сіздерге бір кемшіліктерді айта кетейін. Мынандай бұтақтар негізінде болмаған дұрыс. Барынша тегіс, әлі бүршік жармаған бұтақтар болғаны дұрыс. Егер ол уақыттан өтіп кетіп жатсаңыздар, мынандай бұтақтарды қиып отырғызып көрсеңіздер болады. Бұл жерде тағы бір айта кететін ерекше жайт бар. Егер сіз ағашта тігінен отырғызатын болсаңыз, 90 градус бұтақтар жанынан шығып бұлай өсетін болады. Ол кейін болашақта бойында иірім пайда болады. Сіз құрылысқа пайдаланатын кезде ол диаметрі 20 сантиметр, 15-20 сантиметр, 30 сантиметр болғанда бойында иірім қалып қояды өскен кезде. Сол үшін барынша осылай қадаған дұрыс. Барынша. Сонда бұтақтар мына тұстан тік өседі 90 градусқа. Және бұл терек ағашы тез еңбегіңіздің отырғызсаңыз, ылғал жер болса өте тез өседі. 2 метрге дейін. Бір жазда осы бұтақтан шыққан өскіндер, болашақта тал болатын, олар 2 метрге дейін, кейде 2,5 метрге дейін өседі. Мен өзім отырғызып көрдім, дәл осы әдіспен. Бұдан бір жыл бұрын, ұмытпасам, көктемде. Сонда 3 метрге дейін өскен кездері болды. Міне достар, осындай терек ағашының көшетін тез көбейтем десеңіздер, осылай отырғызсаңыздар болады. Және бірден дәл осы әдіспен, егер сіздің аймағыңызда су жақсы болса, суда су тапшылығы болмайды десеңіздер, осы әдіспен бірден қалаған жеріңізге алдағы уақытта бірден тал өсетіндей болсын десеңіздер, қалаған жерлеріңізге отырғызып өсірсеңіздер болады. Достар, арнаға жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Қате кемшіліктер болса айтыңыздар. Және де комментарийға пошталарыңызды, электронный пошталарыңызды қалдырсаңыздар болады. Мен Word түріндегі, Word форматындағы терек ағашы, оның ішінде нағыз құрылысқа пайдаланатын терек ағашын көшетін осы егу әдісі ол жерде толық сипатталған.